Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы ақылды аң, умное животное. Бүгінгі сабақта сендер қасқыр туралы мәлімет аласыңдар және сөздік қорларыңды толықтырасыңдар. Жаңа сөздер: үйір стая, жорыққа на охоту, шығу выходить, қоректену питаться. Ребята, обратите внимание на специфические звуки казахского языка и читайте их правильно. Үйір, жорыққа, шығу, қоректену. Запишите в тетрадь, сөздік дәптерлеріңе жазып алыңдар және жаттап алыңдар. Жаңа сөздерді үйренейік. Жаңа сөздер: із қалдыру, вот это вот із қалдыру, оставить след. Үйір, стая, жалғыз, один. Сырттаны, от слова сырт, в переводе из-за, то есть со стороны. Сырттаны можно перевести как вожак стаи. Енді балалар, теперь, ребята, мына бос орындарға осы сөздерді, данные слова, давайте постараемся правильно употребить их в предложении. Сөздерді қойып көрейік. Қасқырлар жүрмейді, не ходят. Как они не ходят? Дұрыс, правильно. Они не ходят одни. Жалғыз жүрмейді. Олар қалай жүреді? Олар қалай жүреді? Дұрыс, олар үйір болып жүреді. Они ходят стаями. Қасқырды басқарады. Қасқырлардың үйірді басқарады. Кім үйірді басқарады? Кто возглавляет стаю? Конечно, сырттаны. Қасқырдың сырттаны үйірді басқарады. Вожак стаи. Айталайық: із қалдыру, оставить след. Үйір, стая. Жалғыз, один одинокий. Сырттаны, вожак. Енді мына суретке қараңдар, балалар. Ойланайық. Қасқырлар неліктен бір ізбен келе жатыр? Неліктен бір ізбен? Неліктен? Почему? По какой причине? Бір ізбен. Из – это след. Бір ізбен по одному следу идут. Ең алдында қандай қасқырлар жүреді? Ең алдында, алды, впереди, ең алды, в самом впереди. Қандай қасқырлар? Какие волки идут? Бір қасқыр соңында неге жалғыз келе жатыр? Бір қасқыр, видите? Неге жалғыз? Один. Жалғыз келе жатыр, идет один. Оның алдындағы үш қасқыр неге бөлек келе жатыр? Оның алдындағы үш қасқыр неге бөлек келе жатыр? Почему? Үш қасқыр, три волка, бөлек. Ребята, слово бөлек, отдельно келе жатыр, идут отдельно. Постарайтесь на эти вопросы, если вы владеете информацией, ответьте самостоятельно, но если нет, поработаем. Тыңдайық, слушаем, оқиық, прочитаем, жауап берейік, ответим на данные вопросы, которые только что прозвучали. Қасқырлар өте ақылды, умные. Олар топтасып тіршілік етеді, бірін-бірі қорғайды. Топ, группа, тіршілік, живут. Тіршілік етеді, живут. Они живут в группе, топтасып. Бір-бірін қорғайды, защищают. Бір-бірін, ребята, вы знаете, друг друга. Жорыққа шыққан кезде ең алда кәрі, ауру қасқырлар жүреді. Жорық, охота. Жорыққа шыққан кезде ең алдында, в самом впереди, жүреді, идут кәрі, старые, ауру, больные волки. Қалған қасқырлар алға шықпайды.
шықпайды, отрицательная форма глагола, не выходят, алға, вперед. Қалған қасқырдар, остальные волки, вперед не высовываются, не выходят. Осылайша, таким образом, кәрі қасқырлар топтан қалып қоймайды. Қалып қоймайды, отрицательная форма, не отстают. Қалу, отставать, қалып қоймайды, не отстанут. Таким образом, старые волки не отстают от группы, топ. Олардан кейін ең мықты қасқырлар жүреді. Кейін после жүреді, идут. Какие волки, ребята? Ең мықты. Самые мықты, сильные. Қалған қасқырлар ортада болады. Қалған, ребята, остальные волки в середине идут. Посередине, ортада, середина. Ал қатардың соңында, в конце, қатар ряда, кто идет, ребята? Тағы бір топ күшті қасқырлар. Күшті, сильная группа сильных волков идут. Ең соңында қасқырдың сырттаны жалғыз болады. Ең соңында, самым последним, қасқырдың сырттаны, вожак идет. Ол топты бақылап жүреді. Он бақылап, наблюдает. Всегда наблюдает за группой. Қасқырлар да табиғатқа пайдалы, полезный табиғатқа. И, смотрите, отдельно, да, волки полезны природе. То есть от них польза есть. Олар көбінесе әлсіз, ауру аңдарды ұстайды. Көбіне, ребята, запомните, во многом, или они ұстайды, ловят каких аңдар, зверей? Ауру больных и әлсіз слабых. Да? То есть таким образом они являются кем? Очищать природу, да, нашу. Енді балалар, мына мәтінді бір рет оқып шығыңдар. Прочитайте один раз сами. И найдите ответы на предыдущие вопросы. Қасқырлар топтасып жүреді бір ізбен. Почему бір ізбен по одной тропинке они идут? Найдите ответ. Неліктен қасқырлар ең алдында ауру және кәрі қасқырларды жібереді? Неліктен? Почему? Вперед они отправляют старых и больных волков. Неге бір қасқыр ең соңында жалғыз жүреді? Почему в конце остается один одинокий волк? Оның алдында үш қасқыр неге бөлек келе жатыр? Почему 3 волка идут отдельно? Үш қасқыр. Да? Потому что олар ең күшті қасқырлар. Они замыкают цепь. Жақсы балалар. Келесі жауап берейік. Мәтін бойынша сендер мына сөйлемдерді толықтырасыңдар. Толықтыр. То есть дополни предложение. Ең алда келе жатқан үшеуі. Смотрите, это числительное, собирательное, числительное. Трое, которые идут ең алдында в начале, это үйірдегі қандай қасқырлар? Дополните предложение. Үшеуден кейінгі төрттік үйірде, смотрите. После этих троих идут төрттік, четверо. Олар қандай қасқырлар? Соңғы жақта келе жатқан бесеу, опять же, собирательно-числительные, ребята.
Бесеуі де и пятеро, которые идут в конце, это қандай қасқырлар? Үйірдің ең соңында келе жатқан қандай қасқыр? Үйір стая ең соңында в конце келе жатқан. Какой волк идет в конце стаи? Замыкает. Осы сөйлемдерді толықтырып жазасыңдар, балалар. Енді қараңдар. Сұраққа жауап жаз. Напиши ответ в этих ячейках. Қасқыр қандай аң? Какое оно животное? Қауіпті. Мы это слово знаем, мы это проходили. Қауіпті. Опасное, жабая, дикая. Остальное вы, ребята, сами должны дополнить. Ребята, если вам все понятно по уроку, барлығы түсінікті болса, тапсырманы орындаймыз. Выполняем задание. Сау болыңдар, балалар.